Бүгітсай ауылдық мәдениет үйі және де кітапхананың ұйымдастыруымен киелі поэзия әлемінде өзіндік үн, өзіндік сыр, өзіндік бояу, ажары бар, сезім мен сырға толы өлеңдермен оқырман қауымын елең еткізіп, жырымен тербеп жүрген һәм есімі республикаға танымал ақынның мерейтойына арналған Ордын жыр атты әдеби кешіне қош келдіңіздер. Екінші рет республика байқауы өтіп жатыр. Керемет деңгейі жоғары болып, танымал болып жатыр. Одан да жоғары деңгейде әдеби өтеді деп ойлаймын. Енді 85 жас, мүшел жас дейді ғой. Өте құтты болсын ағамыздың. Мен тыңдап отырмын, неде көрмедім. 9 жылы 1 қаңтарда бұрынғы Қарабұта, қазіргі Хромтау ауданына қарасты Тасөткел ауылының Ащы елді мекенінде туған. Әкесі Жақайұлы Нұралы 1942 жылы Ұлы Отан соғысында қайтыс болған. Шешесі Дәмелінің қолында тәрбиеленіп, 1957 жылы Бүгітсай орта мектебін бітірген. Қызмет аға өз еркімен ауыл шаруашылығында жұмыста. Жақсы көрсең бұрымды, кесең сәнді киімді, еті жаны майы бар, кең жайлауда жайылған, қойды жақсы көремін, қойға көңіл бөлемін. Тіл үйреніп, жадына жан сүйреніп, қоса жетер сұңқарға, қысқа шөпті шабамын, мал табыстар табамын, ақырының даланың тракторшы боламын. Арқасымды ражамен, ауруларды жажамен, күні-түні әбген боламын мен дәрмен. Айту керек бастан аяқ, нұрға толып құшағым, жерді айналып құшағым. Айданды әрі кетемін, егістікте жайқалған, іспек талай байқалған. Өрт сөндіріп алатын, осылайша қалауым мен жанына от болып жайқалған, келтіріп нұр кемерге өзіне тарта түсетін өлеңдеріне кезек береміз. Алдарыңызда Бүгітсай мектеп гимназиясының оқушылары қарсы алыңыздар. Кім сүйсе бұл аймақты жүрегімен, салып ол алақанға аяласын салмақты. Алтырдеген, көлеген ол кілеген, алып келсең екілік, апам тұрар бүгініп, көп ал жем көп ұялды, жем қойшы қидалма, досымсың айырма, сөйлесең су берем, кесеме құямды. Ана бақшалар, аралауға бақшаны, кемек шықыр етті. Алатының кілауып, жұмсағанға бармайтын, жазық бала жылаңыз. Келсеңдер талды бұлақ сая жайба, құрметті Бүгітсайлықтардың, енді мына менің Қайдағанның 85 жылдығын ендігі атап өтіп жатсыңдар, құтты болсын. Енді Қызмет ағаның 85 жылдық мынау шығармашылық кешіне бас қосып жатыр екенбіз. Мереке құтты болсын баршаңызға. Енді аға туралы көп айтуға болады, қызмет аға туралы. Құрметті Бүгітсайлықтар, құрметті жерлестер, Қызмет Нұралиннің ұрпақтары, ағайын туыстары, мынау кішкентай бүлдіршіндер өлеңдерін жатқа айтып қарлау еске алып, осылай 85 жылдық 85 жылдығын еске алып жатқанға көп рахмет айтамын. Мына отырған жеңгелерім Ақлимаға, Марусаға, ағайым Жайшылыққа, апайым Бадиул. Мен
Ақынның шығармашылығына арналған кешімізді аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыз.